Достар, сәлем. Сіздермен бірге Қарлығаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шоколадты құлпынайдың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, қолжетімді заттардан тұрады, сондықтан да видеоны соңына дейін көріп, жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар ол құлпынай, одан соң шпажка таяқшалары, шоколад, қара немесе ақ шоколадты қолдансаңыздар болады, және де кондитерлік қапшық. Ең алдымен құлпынайларды жуып, кептіріп аламыз. Одан соң жасап бастаймыз. Енді шоколадты ерітеміз. Шоколадты әртүрлі жолдармен ерітуге болады. Мен қайнаған ыстық суға шоколадтарды осындай кондитерлік қапшықтың ішіне салып ерітіп алдым. Енді ертілген шоколадқа құлпынайларымызды шпажкаға бекітіп, одан соң видеода көрсетілгендей құлпынайды барлық бетін аунатып шоколадты жағып шығамыз. Міне шоколадты құлпынайларымыз дайын болды. Енді үстінен әртүрлі посыпкалармен, кокос ұнтағымен, ақ шоколадпен сәндесеңіздер болады. Одан соң мұздатқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің шоколадты құлпынайларымыз дайын болды. Өте оңай және тез жасалады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.